Достар, бүгін лимонның пайдасы мен зиянды жақтарын айтамыз. Пайдасы жағы лимонның суық тию және тұмауды алдын алу үшін қолданады. Құрамында дәрумендер иммунитетті нығайтады. Нәтижесінде адамның ағзасы аурумен тиімді күресе алады. Сондай-ақ оның көмегімен дене температурасын түсіруге де болады. Лимонның құрамында аскорбин қышқылы көп мөлшерде болғандықтан ол қартаюды баяулатады, онкологиялық ауруларды дамуына кедергі жасайды, холестерин ағзадан шығарады және денеге қуат береді. Лимон шырынын косметологияда да кеңінен қолданады. Оның негізінде көптеген маскалар жасалады. Макро-микро элементтердің арқасында май бездері қалыпқа келтіріледі. Егер ангинаның алғашқы белгілері байқалса, тамақты лимон шырынымен шаю ұсынылады. Бұл процедураны әр 3 сағат сайын қайталауға кеңес беріледі. Лимонның зиянды жақтары да бар. Лимонды аллергияға бейім адамдар, жүкті, емізулі әйелдер, кішкентай балалар, бүйрек ауруы зардап шегетіндер жеуге болмайды. Өте қышқыл болғандықтан асқазанды тітіркендіреді. Сол себепті ұйқы безі қызметі бұзылады. Ұлтабар ой қаралары, энтерит аурулары пайда болуы мүмкін. Каналым сіздерге ұнаса, лайк басып қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Бұдан да басқа да пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын алдағы уақытта.